эко жасатқысы келіп бала жоспарлап жүрген қыз-келіншектерге мен ешқандай медицинаға қатысым жоқ. Мен де сіздер сияқты эко жасатып бала жоспарлап жүрген адаммын. Көбінесе біз бір затты жоспарласақ, интернет ақтарып кетеміз, YouTube, Google ақтарамыз, өзімізге керекті мәліметтерді іздейміз, қалай болады екен, ол не екен, мынау не екен деп. Көбінесе бізде қазақша шыға бермейді, шықса да дәрігерлердің өздерінің ақпараттары шығады, толыққанды көп керек нәрсені түсіндірмейді. Ал көбінесе шығатыны орыстардың шығады, орыстың халықтары. Даже бір дәрі ішсе, сол дәріні де түсіреді, жақсылап, қандай жағдай отыр, не үшін ішіп жатырмын деп. Сол сияқты бұл эконы жоспарлаған кезде әйел адамға өте сабырлық керек, шыдамдылық керек, және де отбасының тарапынан үлкен қолдау қажет, және қаржылай көмек те қажет. Өйткені бұл өте ауыр, күрделі, маңызды іс-әрекет. Бұл енді көп қыз-келіншектер ақыға жасайды, ақшаға, квотаға жарамай жатады. Квота заңды түрде өзінің ережесі бар. Мынандай адамға квота беріледі, мынандай анализдегі адамдарға квота берілмейді, аламайды деген сияқты. Сол сияқты мен 2 рет квота алдым осы уақытқа дейін. Біреуі 2019-да, біреуі 2022-де алдым. Бірінші алған кезде маған 2019-да өте ауыр болды, қиын болды. Екіншісінде уже үйреніп қалдым, сабырмен, қалай істеу керегін біліп, солай алдым. Сол сияқты орыстардың көп көреміз интернеттен, үйтіп-бүйтіп айтып жатады, бірақ әр елдің заңы басқа, медициналық талаптары да басқа. Сол сияқты өзіміздің Қазақстанның мынау мысалға Ирым клиникасының өзінің пациенттеріне, эко бастаған пациенттеріне беретін кітапшасы. Әр этапта кітапты ауыстырып тұрады. Эко ұрық клетка алу барысында бір кітап арнайды. Ол барысы біткеннен кейін бала салатын уақытта, подсадка уақытында бір кітап береді. Сол сияқты кітаптарды ауыстырып, өздері ішіне дәрі тағайындап, жазып. Көп адам ойлайды, эконы барсаң болды бірден істеп береді деп. Жоқ, бұның өзінің ережелері бар, кететін уақыттары бар. Барғаннан кейін әрқайсысына жеке уақыт кетеді. Мысалы, адамнан адам шығу оңай емес деген сияқты, баланы 9 ай көтеріп, одан кейін босанады. Әрқайсысының өзінің уақыты бар. Денеңнен бір кішкентай ғана клетканы алғанның өзіне оған қаншама дайындық кетеді, оны алуға да уақыт кетеді, және салуға да уақыт кетеді. Ол адамның денсаулығына байланысты, және де әр нәрсенің өзінің уақыты болады. Сол нәрсеге де байланысты. Жұрттар ойлайды, эко бардың бол салып береді деп. Жоқ, әркімде әртүрлі жағдай. 2 ай, 3 ай, 5 ай, 6 ай жүрген қыз-келіншектер де бар. Бұған кететін уақыт ең кем дегенде 3 ай уақыт кетеді. 1 ай анализ тапсырып, оны жинауға кетсе, 2-ші айда сенен клетка алып, соны ұрықтандыруға уақыт кетеді. Ал 3-ші айда соны салатын күнді дайындап, жатырды дайындап, дәрілеп, витаминдеп, соны салып бергенге 1 ай кетеді. Сонда ең кем дегенде бізде 3 ай кетеді. Қыз-келіншектер арасында демалу керек болса, әлде бір нәрсені емдеу керек болса, оған да 2-3 ай уақыт кетуі мүмкін. Гормоналды емдейтін болса 3 ай уақыт кетеді. Ал сенің ұрығыңды, ол ұрық сонша уақыт шыдап тұра бермейді ғой. Ол үшін жаңағы клетка алғаннан кейін, 5 күн ұрықтандырғаннан кейін сразу заморозкіге салып қояды да, сен мына жақта өзің емделіп дайындала бересің. Сол сияқты квотаға медициналық сақтандырудың өте қажетті, өйткені
біз медициналық сақтандыру құймасақ направление аламаймыз. Егер направление болмаса біз квота аламаймыз. Сол сияқты бәрі бір-бірімен байланысты. Сол үшін вообще құймаған болсаңыз 1 жыл алдыңғысынан бастап құясыз. Сонда сіздің неңіз ашылады, страховкаңыз. 1 жыл алдынан бастап құясыздар. Ең бірінші соны жөндеп аласыз. Содан кейін барып сіз направление алып, жаңағы квота беретін гинекологқа барасыз. Квотаны алу қиын емес, бірақ біраз жүгіру керек, әрекет жасау керек. Квотаға да ақша кетеді. Анализ тапсырасыз, оған да ақша кетеді. Көп өзіңіздің поликлиникаңызда көп анализдер жоқ болатын болса, платный тапсырасыз. Егер бәрі бар болса, өзіңіз поликлиникадан тегін тапсыра бересіз. Мысалға, өзіңіз таңдайсыз, қай жерге жасатқыңыз келеді, сол жерге барасыз да, репродуктологқа кіресіз, жазылып, сөйтіп, мен осындай квота алып, егер жасатқым келеді, осындай деп жағдайыңызды айтасыз. Ол сізді ең бірінші күйеуіңіздің спермограммасымен сіздің АМГ гормоныңызды көреді. Сол екеуін дайындап апарсаңыз жақсы болады негізі. Және УЗИ көреді. Сіз анализдеріңіз бәрін көргеннен кейін, ең маңызды жаңа айтқандарым көргеннен кейін, квотаға сайсыз ба, сай емессіз ба, соны көреді. Сай болсаңыз, сізге квотаға рұқсат бердім деп протокол береді. Бір қағаз береді, рұқсат деп жасаймын деп. Сосын сол жерден комиссиядан өткеннен кейін печаттарын ұрады, әр 5-6 репродуктолог. Сосын сіз өзіңіздің неңізге барасыз, гинекологыңызға, квота беретін гинекологыңызға. Жаңағы мен мысалы Шымкент Ирымда жасатамын деп барып, сол жерден протокол алып, одан кейін маған мынандай бір қағаз берді. Осы қағаздағы анализдердің бәрін тапсырасың деді. Міне, осы жердегі 20-ға дейін анализ, жаңағыдай нелер, УЗИлар барлығын осыны тапсырып, ал күйеуіме мынаны тапсырасың деді. Күйеуіңгі көп емес, аз. Егер мына анализдердің барлығы жақсы болып шықса, ештеңе тапсырмайсыз одан басқа. Егер біреулері нашар, тағы да тереңірек тексеруді қажет ететін болса, оның астында тағы осы жерде анализдер бар. Соларды белгілеп беруі мүмкін. Менде өзімде бәрі жақсы болды. Қосымша анализ тапсырған жоқпыз. Сосын жаңағы квота беретін гинекологыңызға барасыз. Мысалы, Шымкентте тұратын болсаңыз, ОПЦ больница бар, Радом. Сол жерге барып, Алтын Умирзаха деген врач гинекологқа кіресіз. Сол жерге направлениемен қана қабылдайды. Сол жерге кіріп, жаңа протоколыңызды көрсетесіз. Протокол көрсеткеннен кейін сізді енгізіп, өзінің нұсқауларын айтады. Сол кісімен жұмыс жасайсыз. Квота алғанша квотаны сол кісі алып беретін болады. Соны не айтады, соны айтқан істейтін боласыз. Егерде поликлиника бармай өзіңіз ақыға тапсыратын болсаңыз, оны айтады, өзім тапсырам, тегін тапсырам десе, өзіңіз білесіз. Барлығы өзіңізге байланысты. Квотаға да осы анализдерге де ақша кетеді, және ары беріп жүріп тұрғанға, және ішетін дәрі берсе, ол ішетін дәрілерге ақша кетеді бөлек ем үшін. Егер де дұрыс емес шықса анализдер, емделу керек болса, емделесіздер. Бәрі жақсы болса, мысалға, анализдердің барлығын 1 айда тапсырып қоюға болады. Мысалға, етеккір уақыттың 2-ші күндері гормондар тапсырасыз, және соңғы кездер тағы гормон тапсыру керек деп қалады, сол кезде де тапсырасыз. 1 айда барлығын жинап алып, жаңағы квота беретін гинекологыңызға барасыз. Барып, барлығын жинап апарған кейін, ол сізге выписка жаздырады. Выписканы жазып, сол кісіге жаздырасыз ба, әлде
ақшаға біреуге жаздырасыз ба, өзіңіз жазасыз ба, оны өзіңіз білесіз. Үлгісін береді. Соны жаздырып болғаннан кейін мынандай қағаз береді. Осындай қағаз, осылар түгелдеп кел деп айтады. Кейін осы направление, ЗАГСтың копиясы, әртүрлі файл. Егер сізде ЗАГС жоқ болатын болса, ЗАГСке тұрмаған болсаңыз, некеге нотариусқа кіресіз. Нотариусқа кіріп, не аласыздар? Допуск аласыздар ЕКОға. Сіздің некеңіз бар ма, жоқ па, күйеуіңіздің некесі бар ма, жоқ па дегендей тексереді. ЕКО жасатуға рұқсат дегендей бір-біріне рұқсат береді. Сіз де күйеуіңіз де нотариусқа кіріп, сондай рұқсат қағаз аласыздар. Сол керек болады. Және де соңға кіріп, ол соннан да бір қағаз ал. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесіде бұдан кейінгі жағдайларда не істеу керек екенін видео жасап салатын боламын. Посадка болғаннан кейін, посадкадан кейінгі күтімдер, қалай күтіну керек, не істеу керек, не істемеу керек, сондай күтімдерді қалай болатын сіздерге айтамын. Бірінші жүктілікті, тестті қашан тапсыру керек, соның бәрін айтатын боламын. Сол үшін каналға тіркеліп дайын отырыңыздар.